Саламатсыздар ма? Бұл бізде кезекті БТС талдауы. Біз есептерге кіріссек, бірінші есеп. Осындай функцияның экстрем нүктелерін тап дейді. Жалпы экстрем нүктелер деген ол функцияның максималды немесе минималды мәндері. Яғни біз оны табу үшін біз функциядан туындысын аламыз. Яғни функцияның туындысын анықтайтын болсақ, бізде 2x-тің туындысы, x квадраттың туындысы ол 2x, ал 2x-тің туындысы ол 2. Яғни біз экстрем нүктесін табу үшін осыны біз нөлге теңестіруіміз керек. Яғни 2x тең болады минус 2-ге, x тең болады минус 1-ге. Бізде x деген ол экстрем нүктелері болуы мүмкін. Сондықтан біз оны бірінші анықтап алсақ, яғни біз пока что кризис нүкте ретінде ғана анықтап тұрмыз. Енді таңбасын көретін болсақ, яғни бізде 0 дейтін сан ол мына жерде жатыр ғой, 0 қоятын болсақ, бізде плюс 2-ге тең болады, ал минус 2 дейтін сан қоятын болсақ, минус 4 плюс 2 ол минус 2-ге тең болады. Демек бізде функциямыз мына жерге төмендейді, ал плюс мына жерге барып өседі екен. Яғни біздің функциямыз минус 1-де бүйтіп көтеріп батқан. Яғни бізде мына жердегі минус 1 деген нүктеміз, яғни x тең минус 1 деген нүктеміз, ол біздің минимум нүкте болады екен. Келесі, ал y минимум, яғни экстрем нүктелер деп тұр ғой, яғни y-ті табу үшін, y минимум мәнін табу үшін, минус 1 дейтін мәнді функцияның өзіне қояды екенбіз. Яғни минус 1-дің квадраты 1, ол қосылған, азайтылған 2 болады, және минус 3 болады. Сол кезде ол минус 4 деген, яғни y минимум минус 4-ге тең екен. Келесі, екінші есепте графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазасыз. Бірінші жанаманың теңдеуі, яғни f от x болатын болса, жанаманың теңдеуін жазасыз. Жанама ол тең болады туындысы x0 нүктесіндегі, оны біз көбейтеміз x минус x0, қосамыз функцияның өзі x0 нүктесіндегі. Бірінші функцияның өзін тауып алайық. x0 нүктесінде бізде x0 1-ге тең дейді. Яғни x-тің орнына 1 қойып тауып аламыз. 1 көбейтілген e-нің 1 минус 1 дәрежесі, яғни 0 дәрежесі. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, яғни бұл бізде 1-ге тең болады. Келесі біз мына жердің 1-ге тең екенін анықтадық. Енді келесі біз туындысын табатын болсақ. Бізде бұл күрделі функция, яғни екі функцияның көбейтіндісі u және v деген функцияны көбейтіп туындысын алатын болса, ол кезде біз былай табатын едік. Біріншісінің туындысы көбейтілген екіншісі қосылған екіншісінің туындысы көбейтілген біріншісі деп таба салады. Яғни біз енді f от x функциясының туындысын табатын болсақ, бізде u деп тұрғанның орнында бізде қазір x тұр, а v дегеннің орнында мына e-нің x минус 1 дәрежесі. Яғни біріншісі x-тің туындысы көбейтілген e x минус 1, қосылған e x минус 1-дің туындысы көбейтілген x-тің өзі. X-тің туындысы ол 1-ге тең, ал e x минус 1 өзін жазамыз. Ал e-нің x минус 1 дәрежесінің туындысы, ол тоже өзіне, мына жерде туындысы формула бойынша. Туындысы, ол тоже өзіне тең, минус 1. Біз x минус 1-ден туынды алуымыз керек, ол сірә 1-ге тең уақыттан жазбай қойсақ, көбейтілген x. Сонда мен e-нің x минус 1 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жүрсем, x қосылған 1 деген нәрсе алады. Енді жанаманың формуласын орнына қоямыз. Y жанама тең болады. Бұл туындысы, мен x0 нүктесінде мәнін табуым керек. Яғни x-тің орнына мен 1-ді қойып табуым керек. Яғни f от x0 нүктесін табуым керек екен. Сонда мен e-нің 1 азайтылған 1 дәрежесі көбейтілген 1 қосылған 1. Сонда бізде бұл 2-ге тең болады. Сонда 2 жақша ішінде x минус 1 қосылған 1 деген нәрсе болады. Себебі біз мынаны 1-ге тең деп алдық қой. Сонда 2x минус 2 плюс 1 немесе 2x минус 1 деген түзуіміз бізде жанама теңдеуі саналады екен. Келесі, үшіншісі. Екінші реттік туынды тап дейді. Екінші реттік туынды деген сөз, біз функциядан 2 рет туынды аламыз деген сөз. Яғни бірінші реттік туындысы, синустың туындысы косинус, яғни косинус 2x, сосын қасына мына 2x-тен тағы туынды алсақ, яғни күрделі функция ол 2 болады. Қосылған 2x-дің туындысы ол 2. Бірінші реттік туындымыз бізде сонда 2 көбейтілген косинус 2x болып. 2x қосылған 2 болып тұр. Ал енді екінші реттік туынды деген сөз, біз тағы да туынды аламыз деген сөз. Тағы да туынды алатын болсақ, 2 өзі жазылады. Косинустың туындысы минус синус 2x. 2x мына 2x-тен туынды алатын болсақ, ол 2. Қосылған 2-ның туындысы 0. Енді жазбай қойсақ та болады. Ладно. Сонда да минус 4 синус 2x деген біздің екінші ретті туындымыз болып саналады екен. Үшіншісі.
заңдылықпен қозғалатын материалдық нүктенің 3 секундтағы жылдамдығын анықтаңыз. Өздеріңіз білетіндей, егер біз жолдан туындалатын болса, ол жылдамдықты береді, ал жылдамдықтан туындалатын болсақ, ол үдеуде береді. Енді бізге жылдамдықтан тоқтай сал дейді, яғни бір рет туындаласақ жеткілікті екен. Т бойынша туындалатын болсақ, бізде дәрежесі алдына түседі, яғни 2-ден 1 көбейтілген 2, т-ның 1 дәрежесі қосылған 4 болады. Сонда бізде 2 мен 2 қысқарады, т қосылған 4. Бұл біздің жылдамдықтың формуласы болып тұр, т қосылған 4. Енді бізге 3 секундтағы дейді, яғни т-ның орнына 3-ті қоя сал деген сөз. 3 қосылған 4 тең болады 7. Демек 3 секундта жылдамдығы оның 7-ге тең. 5-шісі функцияның туындысын тап дейді. Енді арктангенстің бірінші қарапайым арктангенс x-тің өзінің туындысын қарасақ, арктангенс x-тің туындысы ол 1 бөлінген 1 плюс x квадрат. Енді ал арккосинустың туындысы, арккосинус x-тің туындысы ол минус 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадрат. Сонда функцияның туындысы y' дей берейік, 7 өзі жазылады. Арктангенс 2x-тің туындысы 1 бөлінген 1 плюс 4x квадрат болады да, мына мен 2x-тен туындалатын болсам, ол жай ғана 2 болады. Сонда и азайтылған минус пен минусына плюс болады, 1 бөлінген түбір астында 1 минус 9x квадрат болады да, ал мына жерде 3x-тің туындысы ол 3 болып саналады. Сонда оны бізде осы функцияның туындысы, сонда мынаны көбейтіп жіберейік, 14 бөлінген 1 плюс 4x квадрат плюс 3 бөлінген 1 минус 9x квадрат деген жауап шығады. Келесі 5-ші есеп, 6-шы есеп. Жүргізілген жанаманың абсцисса өсімен жанайтын бұрышын табыңыз дейді. Абсцисса деген бізде ол x өсі. Яғни біз бұрыш табу үшін, бұрыш деген ол жалпы абсцисса өсімен жасайтын бұрышы, именно альфа ол тангенс, точнее бүйтіп айтайыншы, тангенс альфа ол к-ға тең. Ал к дейтін не? К деген ол функцияның туындысының x0-дегі мәні. Яғни біз функциядан туындалымыз керек екен. Функциядан туындалатын болсақ, ол 2x болады, ал e-нің x дәрежесі, мына өзіміз айтқанда e-нің x-1 дәрежесі болады. Енді мен x-тің орнына 1-ді қоюым керек. Яғни мынаны табуым керек қой, 1-ді қойсам. 2 азайтылған 2-нің 1 азайтылған 1 дәрежесі, яғни 2 азайтылған 1 тең болады 1-ге. Сонда бізде тангенс альфа 1-ге тең. Ал қандай градуста альфа 1-ге тең болатын еді? Ол 45 градуста. Келесі. Функцияның туындысын табыңыз дейді. Енді бізде бөлімнің туындысы, яғни u бөлінген v-ның туындысы, ол қалай болады? u-ның туындысы көбейтілген v минус v-ның туындысы көбейтілген u бөлінген v квадрат болатын еді. Яғни бізде осы ережемен істеусек, яғни бізде бөлшектің алымында тұрған u-ды бөлшектің бөлімінде тұрған v деп алатын болсақ, яғни 1 плюс e-ның туындысы көбейтілген e-нің x дәрежесі минус e-нің x дәрежесінің туындысы көбейтілген 1 плюс e-нің x дәрежесі бөлінген e-нің x дәрежесінің квадраты болады екен. Сонда біз туындалатын болсақ, яғни 1-дің туындысы 0, e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесі, e-нің x дәрежесі көбейтілген e-нің x дәрежесі минус, дәл жаңа айтқанда e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесі, и мына жерде жақша ішінде 1 плюс e-нің x дәрежесі, и бөлінген e-нің 2x дәрежесі. Дәрежелер көбейтілетінін білеміз. Сол кезде біз жақшаны ашып жіберсек, e-нің 2x дәрежесі минус e-нің x дәрежесі минус e-нің 2x дәрежесі бөлінген e-нің 2x дәрежесі тең болады. Мына жерде мыналар өзара жойылып кетеді де, минус e-нің x дәрежесі бөлінген e-нің 2x дәрежесі. Олар өзара қысқарып, минус 1 бөлінген e-нің x дәрежесі деген нәрсе қалады. 8-ші 4 секундтағы үдеуін анықтаңыз. Жаңа айтқандай, мынаның туындысы ол бізге жылдамдықты береді, ал жылдамдықтың туындысы ол бізге үдеуді береді.
Енді біз демек 2 рет туындаламыз деген сөз. Бірінші туындалатын болсақ, дәреже алдына түседі, бір санға азаяды, -3 болады. 3-тің өзі болады. Мен осыдан тағы да туындалуым керек. Яғни мен мынадан тағы да туындалатын болсам, дәреже алдына түседі, сонда 12 болады да квадрат. Санның туындысы ол 0-ге тең. Мен 4-ші секундтағы дейді тының орнына 4-ті қоя салам керек. Яғни 12 көбейтілген 4-тің квадраты. Сонда мен 12-ні 16-ға көбейтуім керек екен. 12-ні 16-ға көбейтсем, менде неше шығады? 160 қосылған 32, 192 деген жауап шығады екен. Өте үлкен туынды да, егер метр секунд квадрат болатын болса. Мынандай параболасында ордината осімен қиылысу нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. Ордината осімен қиылысу нүктесінде, яғни бізде қандай да бір парабола, мен мына жердегі, яғни ордината осімен қиылысатын нүктедегі жанамасын табуым керек екен да. Енді өзіңіз білетіндей, ордината осімен қиылысатын болса, демек менде x-ім 0-ге тең болады. Яғни мен x 0-ге тең болатын кездегі жанаманы табуым керек қой. Енді жанаманың теңдеуі дәл манағыдай y' x0 нүктесіндегі жақша ішінде x минус x0 нүктесі плюс y x0 нүктесінде. Енді бірінші x0 нүктесінде y тауып алайын. Яғни x-тің орнына 0 қойсам, 0-дің квадраты -9, бізде -9-ға тең. Сонда біз пока что мынаны таптық. Енді туындысын тапсақ. Туындысы ол бізде 2x-ке тең болады. Енді мен оның x0 нүктесіндегі мәні табуым керек. x0 нүктесіндегі мәні ол бізде 0-ге тең болғандықтан ол 0-ге тең болады да. Демек, мынау 0 болатын болса, 0 жақша ішінде x минус 0 минус 9 болып қалып тұр. Сонда бұл бізде минус 9-тың өзін береді. Сонда бізде сурет негізінде мынандай екенді. Яғни минус 9. Сурет сонда бізде мынандай екен. Мына жерден бетіп жатқан, яғни жай ғана сызық екен ғой. Келесі 10-шы есепте туындысын табыңыз дейді. F at jat x-тің туындысын тап. Яғни бізде f at x деген ол косинус 2x минус 3, ал jat x деген x квадрат минус 1. Яғни мен мына x-тің орнына jat x-ті қойым керек екенде. F at jat x-тің бірінші өзін тауып алайық. Сол кезде ол косинус 2 еселенген x квадрат минус 1 болады да, минус 3 болады. Енді мен осыдан туындалуым керек екен. Мынадан туындалатын болсам, косинустың туындысы минус синус, яғни минус синус 2 еселенген x квадрат минус 1 болады. Сосын мен косинустың астында аргументінде жатқан нәрседен туындалуым керек. Енді мына 2x нәрседен туындалатын болсам, ол 2 өз жазылады, жақшадан туындалатын болсам 2x-тің өзі болады. Минус 3, минус 3-тің туындысы сірә 0-ге тең. Сонда менде жауап минус 4x көбейтілген синус 2x квадрат минус 2 дей салайын, чтобы мына 2-ні жақшаның ішіне кірсе. Сонда мынау менде функциямның туындысы болады. 11-ші есепте жанама жүргізілген, жанама жүргізіп соның теңдеуін жазыңыздар. Дәл жаңағыдай бірінші мынаның x0 нүктесінде мәнін тауып алайық. Яғни тангенс пи бөлінген 3-ке тең. Пи бөлінген үшін 60 градус, тангенс 60 градусқа түбір асты 3-ке теңді. Енді біз туындысын табуымыз керек. Тангенсінің туындысы ол 1 бөлінген косинус квадрат. Яғни мынаның туындысы ол 1 бөлінген косинус квадрат x болады да. Енді мен орнына пи бөлінген 3-ті қоюым керек. Яғни мен мынаның x0 нүктесіндегі мәні. Сонда 1 бөлінген косинус квадрат пи бөлінген 3. Косинустың 60 градустағы мәні ол 2-ден 1. 2-ден 1-ді квадраттайтын болсам 4-ден 1. Яғни 1 бөлінген 4-ден 1 немесе 4-ке тең. Сонда менде жанаманың теңдеуі 4, жақша ішінде x минус пи бөлінген 3 и қосылған түбір асты 3. Сонда 4x қосылған түбір асты 3 минус 4π бөлінген 3 деген жауап болады екен. 12-ші есеп
туындысына x0 дейтін мәнді қой дейді. Яғни мен мына функциядан туындалым керек. Яғни мына жерде менде екі функцияның көбейтіндісі ол u және v десек, сонда біріншісінің туындысы 1 бөлінген x квадраттың туындысы көбейтілген екіншісінің өзі и қосылған логарифмның туындысы 4x плюс 3 осының туындысы и көбейтілген біріншісінің өзі x квадраттың өзі. Сонда бізде енді 1 бөлінген x квадраттың туындысын біз 1 бөлінген x квадратты жалпы бүйтіп жазып алсақ, x-тің минус 2 дәрежесі деп аламыз. Дәреже алдына түседі, яғни минус 2 болады. И ол бір дәрежеге азаяды, яғни x-тің минус 3 дәрежесі болады. И көбейтілген логарифмның өзі 4x плюс 3 и қосылған логарифм туындысы ол 1 бөлінген және ln дейтін нәрсе, яғни 1 бөлінген 4x плюс 3 и қасында көбейтілген ln 2 дейтін нәрсе болу керек. Сосын мен мына 4x плюс 3-тен де туындалатын болсам, ол просто 4 болады. И көбейтілген 1 бөлінген x квадрат. Енді мен не істеуім керек екен? Мен мына минус 0,5 деген мәнді қоюым керек. Минус 0,5-ті егер мен мына жерге қоятын болсам, логарифмге қоятын болсам, бұл минус 2 плюс 3, яғни 1-ге тең болады. Логарифм 2 негізді 1 деген ол 0-ге тең. Яғни мына көбейтіннің барлығы 0-ге тең болып кетеді бізде. Сонда бізде тек мынау ғана қалып тұр ғой. Сонда 4 бөлінген 1, жаңа 1 екенін анықтадық қой 0,5 қойған кезде. ln 2 көбейтілген минус 0,5-тің квадраты, ол 2-ден 1, 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1 болады. Яғни көбейтілген 4. Сонда бізде 16 бөлінген ln 2 деген жауап шығады. Немесе біз логарифм мынандай қасиетін білсеңдер, логарифм a негізді b ол 1 бөлінген логарифм b негізді a. Яғни бізде қазір ln 2 дейтін ол логарифм e негізді 2 ғой. Мен оны жоғары көтеру үшін 16 көбейтілген логарифм 2 негізді e деп те жаза аламын. Келесі нүктесіндегі туындысын тап дейді. Дәл жаңағыдай бірінші туындысын табамыз и оған 1 дейтін мәнді қоя саламыз. Сонда логарифм туындысы дәл жаңағыдай 1 бөлінген 1 плюс x-тің өзі и қасына ln 2 дейтін жазамыз да, x-тің орнына мен 1-ді қоюым керек екен. Сонда x-тің орнына 1-ді қоятын болсам, бүйтіп жаза салайыншы. 1-ді қоятын болсам, сосын мен мынадан да туындалуым керек айтпақшы. Мынаның туындысы 1 болғандықтан жазбай кетіп жатыр. 1 бөлінген 2 ln 2. Бұны жаңағыдай, мынаны дәрежесіне лақтырып жіберсем 1 бөлінген ln 4 деуге болады. И дәл жаңағыдай логарифм 4 негізді e деуге де болады екен. Осындай бір керемет жазуға болады. Егер бөлшектің бөлімінде емес, алымына шығаратын болсақ. Мына функциясының жүргізілген жанама теңдеуін жаз дейді. Дәл манағы есепке ұқсайды ма бұл? 12-ші есепте. Дәл сол функция. Яғни біз бірінші, яғни бізде мынау бар. Қызықтысы бізде мынау бар. Ол нешеге тең болып еді? Бізде 12-ші есепте 16 логарифм 2 негізді e-ге тең болып еді. 16 көбейтілген логарифм 2 негізді e. Ал бізде енді мынаның өзін табуымыз керек. Яғни функцияның өзіне минус 0,5 қойсам, мына жерде менде бұл жерде ln екен ғой. Ln болса чуть-чуть басқаша да. Жақсы алда. Мен бұлай істесем. 1 бөлінген x квадраттың туындысы көбейтілген ln-ның өзі и қосылған ln-ның туындысы 4 бөлінген 4x плюс 3 болады. Себебі мына жақшадан туындалған 4 ол үстінде болады да, ал ln-ның туындысы ол 1 бөлінген. И көбейтілген 1 бөлінген x квадрат. Енді мен бұның орнына минус 0,5-ті қоюым керек. Мына жерге минус 0,5-ті қойсам 0 болатын манағыдан білеміз. Сондықтан мынаны жазбай қойсам болады. Туынды алмай қойсам да болады даже. Мен мынаған да ала берейін. Минус 0,5-ті қоя берейін. Сонда 4 бөлінген 1 көбейтілген 0,5-тің квадраты 4-тен 1-ді. Сонда 16, яғни логарифмсіз жауап шығады. 16. Сонда бізде f от x0
16-ға тең. Енді екінші f от x0-ның туындысы емес, f от x0-ның өзін табуымыз керек. Кетіре салайыншы. Так, өзін табатын болсақ, қарамен жаза салайын. Мына жер сірә 0-ге айналып кететінін білеміз ғой. Демек, бұл 0-ге тең. Сонда жанаманың теңдеуі 16, жақша ішінде x минус 0,5 ол плюс 0,5-ге болады. И плюс 0 болып тұр. Сонда бізде 16x плюс 8 деген бұл жанаманың теңдеуі. 15-ші функцияның туындысын тап дейді. Бізде квадрат функция, яғни бұның туындысы дәреже алдына түседі. Косинус x-тің бір дәрежесі алады. Сосын мен косинус x-тен туындалуым керек, ол минус синус x болады. Сосын мен x-тен туындалуым керек еді, ол 1-ге тең, сондықтан оны жазбай қоямын. Сонда менде минус 2 синус x косинус x болып тұр. Ал мынау бізде синус 2x-тің формуласы. Демек, минус синус 2x деген жауап шығады. Келесі 16-шы есепте жүргізілген жанама мына түзуге параллель дейді. Енді қараңыздар. Бізде егер екі түзу өзара параллель болатын болса, онда олардың, енді түзуді біз бүйтіп жазамыз, kx плюс b, k1, b1 дейінші. Но k2x плюс b2 болатын болса, параллель болатын болса, онда k1 мен k2 бізде тең деген сөз. Енді бізде жанама мынаған параллель болатын болса, демек біздің жанамамыздың k-сы 16-ға тең деген сөз. Ал k деген ол y штрих x0. Это sk. Яғни мен туынды алып x0-ді қоятын болсам, орнына ол k-ға тең болады екен. Енді мен параллель болатын нүктенің абсциссын, яғни x0-ді тап деп тұр ғой бізге. Енді мен мынадан туынды алуым керек. Y штрих дегеніміз бізде дәрежесі алдына түседі, яғни 3 болып түседі. X квадрат бір санға азаяды, бөлінген 3 бар, бірдің туындысы, сонда бізде x квадрат. Енді мынаның орнына мен, яғни x0 квадрат десем, ол k-ға тең болу керек, яғни k дейтін 16-ға тең болу. Сонда менде x0 плюс минус 4, яғни 2 точкада дәл осындай жанама жүргізіледі екен. 17-ші есеп. Жүргізілген жанама OX өсінің оң бағытымен жасайтын бұрышының тангенсі 11-ге тең. Так, бізге тангенс альфа 11-ге тең деген нәрсе болып тұр. Тангенс альфа 11-ге тең деген сөз, k 11-ге тең деген сөз. K 11-ге тең, k дейтін жаңағы бізде мынандай еді ғой. Сонда бізде мынау 11-ге тең. Енді туындысын табатын болсақ, 8x минус 5 тең болады 11 болып тұр. Сонда 8x0 тең болады 16-ға, x0-іміз тең болады 2-ге. Енді x0 нүктесін тап дейді, біз x0 нүктесін таптық. Келесі мынандай функцияның 0,0 нүктесінде жүргізген алғашқы функциясын тап дейді. Бізде алғашқы функция жалпы интеграл екен білеміз ғой, да? Так, x плюс 3 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі дейді. Сонда мен мұнаны алғаш функциясын табатын болсам, ол бізге дәрежеге бір сан қосылады да, мен сол санға бөлемін ғой, да? Осылай. И плюс с. Енді бізге айтып тұрғаны 0,0 арқылы өтетін болса, яғни x-тің мұна x пен y қой. Мен қазір тең болады какой-то бір y-ге болып тұр да, x-тің орнына 0 қойған кезде y-тен 0-ге тең, яғни бізге с-ны таба аласың деп тұр ғой. Енді оны табатын болсақ, 0 қосылған 3 бөлінген 2-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 плюс с тең болады 0-ге дейді. Сонда 3-дің 4 дәрежесі бөлінген 2-ның 4 дәрежесі, и оны мына жақпен көбейтіп жіберсем, 2-ның 4 дәрежесі 16, 16-ның 4-пен көбейтсем 64 плюс с тең болады 0-ге дейді. Демек, с тең болады минус 81 бөлінген 64-ге. Сонда бізде алғашқы функция мынандай екен. X плюс 3 бөлінген, 2-ні жағында түсіріп жіберейінші, x плюс 3-тің 4 дәрежесі бөлінген 2-ның 4 дәрежесі 16, 4 көйтсем 64 минус 81 бөлінген 64. Сонда бізде есептің түрі мынандай болып тұр ғой, 64
x плюс 3-тің 4 дәрежесі минус 81 деген осындай қызықты функция болып тұр. 19-шы сеп теңдеулердің абсцисса осымен шектелген фигураның ауданын тап дейді. Абсцисса осымен шектелген. Так, бізде бірінші x куб деген функция, ол 0-де 0-ге тең, 1-де 1-ге тең, 2-де 8-ге тең. Яғни бейті сәл соны обратно кете беретін функция. 2-де x тең 2 және абсцисса өсімен дейді. Абсцисса өсі дейді. Мына осы үшеуімен шектелетін жердің ауданын тап деп тұр бізге. Яғни мына функция және x тең 2 дегенмен және абсцисса өсімен шектелетін, яғни бізге мына жердің ауданын тап дейді. Енді біз мына жердің 0-мен қиылысатын жаңа өзіміз біліп алдық қой, сонда бізде аудан қалай болады? Интеграл 0-ден 2-ге дейін бізде функцияның үстінде x кубтың өзі жатыр, ал астында 0 деген нәрсе жатыр, оны жазбай қойсақ болады. Яғни осыдан интеграл саламыз. x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4, оған 0 мен 2-ні қою керек. Енді 2-ні қоятын болсам, бізде 2-нің 4 дәрежесі 16 бөлінген 4, ал 0-ді қоятын болсам, 0-дің 4 дәрежесі бөлінген 4, ол 0-ге тең болады да, демек бізде жауап 4 деген жауап шығады. Сонда бізде мына боялған жердің ауданы 4 квадрат бірлігі екен. Келесі 20-шы сеп функцияның ординатасын шектелген фигураның ауданын табыңыздар дейді. Дәл жаңағыдай бізде дәл жаңағыдай x куб бұлай кете береді. Y тең 8 дейді. Y тең 8 дейді. Мына жаңа 2-дегі мәні ғой да. Мына жерде 2-дегі мәні 8 болатын болса. И және функцияның ординатасы дейді. Ордината дейді мынау. Сонда менде мына жердің ауданын тапты тұр маған қазір. Басқа түспен өзгертіп жіберсем, яғни мына жердің ауданын тапты тұр менде. Мына жердің ауданын тап дейді. Сонда менде интеграл 0-ден сірә жаңағы 2-ге дейін менде функцияның үстінде, яғни мына фигураның үстінде менде 8 деген нәрсе жатыр, ал астында бізде x куб жатыр, минус x куб. Осыдан мен интеграл алуым керек. Интеграл алатын болсам, менде ол 8x минус x4 бөлінген 4 болады да. Яғни мен ол 0-ден 2-ге дейін мен қоюым керек. 2 қоятын болсам 16 минус 2-нің 4 дәрежесі бөлінген 4, ол жаңа 2 азайтылған 0 қоятын болсам, сірә 0 азайтылған 0 болады. Оны жазбай қойсақ та болады. Яғни 16 азайтылған 4 тең болады 12 деген жауап шығады. Келесі функцияның алғашқы функциясын тап дейді. Не деген түрі жаман функция бұл. Алғашқы функция деген бізде интеграл 5 синус 5x минус 7 плюс 8x минус 1 плюс 10x төбірасты x dx дейді. Енді біз алғашқы функция табу үшін қосындылардан бөлек, мынадан бөлек, мынадан бөлек және мынадан бөлек интеграл табуым керек. Енді бірінші мынадан табатын болсам, синус деген ол косинустың, оның интеграл косинус, яғни 5 деген сан өзі жазылады. Минус косинус болады 5x минус 7. И мен оны бөлуім керек 5-ке мына x-тің коэффициентіне. Сол кезде олар өзара қысқарып кетеді екен. Қосылған 1 бөлінген x-тің мынандай болатын болса, бұл ln, яғни 8 көбейтілген ln модуль ішінде x минус 1. И қосылған мынау мына 2 көбейтіліп, бұл x-тің 2-ден 3 дәрежесі. Яғни 10 көбейтілген x-тің, оған бір сан қоссақ 2-ден 5 дәрежесі болады, бөлінген 2-ден 5 деген нәрсе болады екен. Сонда бізде ықшамдайтын болсақ, минус косинус 5x минус 7 қосылған 8 ln x минус 1 және мына қысқарып 2 болады. 2 үстіне кетіп қалады да, қосылған 4 x-тің квадраты төбірасты x деген нәрсе, плюс с деген нәрсе шығады. 2,5 дәреже ғой, 2,5 деген ол x-тің 2 дәрежесі и 2-ден 1 дәрежесі ғой. Сондықтан оны x квадрат көбейтілген төбірасты x деп жаздым. Осындай
функция шығады екен. 22-ші интегралды тап дейді. Тангенс квадрат, бірінші тангенс квадрат x дегенді біз былай жаза алайық. Синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x деп жаза алайық. Ал синус квадрат x-ті 1 бөлінген косинус квадрат x деп жаза алсақ, біз мынаны бөлек-бөлек бөле аламыз. Сонда 1 бөлінген косинус квадрат x минус 1 деген нәрсе шығады. Сонда интеграл 1 бөлінген косинус квадрат x минус 1. Яғни біз осы функциядан интеграл алсақ та жеткілікті. Енді 1 бөлінген косинус квадрат x деген ол тангенс x-тің өзінікі, ал 1 деген ол минус x плюс с бар. Мынау біздің алғашқы функциямыз немесе интегралымыз. Функциясының f(p) 0 болса, онда мынаны тап дейді. Бұл жерде үлкен f деген бұл алғашқы функциясы, яғни интегралы деген сөз. Сонда бізде интеграл косинус x dx тап деп тұр. Ол бізде синус x болады, синус x плюс с болады. Сонда бізде былай айтып тұр, синус p плюс с 0-ге тең дейді. Синус неше 180 градуста ол шынымен 0-ге тең, 0 плюс с тең болады 0-ге, демек бұдан шығатын нәрсе с тоже 0-ге тең. Сонда бізде алғашқы функцияның өзі, с жазсақ, немесе с-ның мәнін жазатын болсақ, ол синус x екен. Яғни енді пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 6-ның мәнін тап дейді. Пи бөлінген 2 дегеніміз ол синус пи бөлінген 2 1-ге тең. Пи бөлінген 6 дегеніміз синус пи бөлінген 6 ол 2-ден 1-ге тең. Сонда 1 көбейтілген 2-ден 1 ол бізде 2-ден 1-ге тең болады. Келесі осындай интеграл шеш дейді. 1-ден 8-ге дейін 2-ның мынаны бүйтіп жазсақ, мынау түбір деген 3-тен 1 дәрежесі, ал үстіне көтеретін болсақ минус 3-тен 1 дәрежесі. Осыдан туында то есть интеграл алсақ, 2 көбейтілген x-тің дәрежесіне 1-ді қоссақ, ол 3-тен 2 болады. Осы санға мен не істеуім керек еді? Бөлуім керек еді. 3-тен 2, сонда 2 мен 2 бүйтіп қысқаратты. Менде 3x-тің 3-тен 2 дәрежесі болып тұр. Мен осыған 1 мен 8 дейтін санды қоюым керек. Енді 8-ді қоятын болсам, 3 көбейтілген 8-дің 3-тен 2 дәрежесі азайтылған 3 көбейтілген 1-дің 3-тен 2 дәрежесі. Енді 3 көбейтілген 8 деген 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 3-тен 2 минус 3-дің өзінің себебі 1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең. Сонда бұлай болады да, 2-ның 2 дәрежесі 4, оны 3 көбейтсем 12 азайтылған 3 деген нәрсе болады. Сонда бізде жауап 9-ға тең болады. 25-ші есеп. Осындай функцияны есептеңіз дейді. Ол үшін біз не істесек болады? Бұндай кезде біз бөлек-бөлек бөлу алайық. Мынаны бөлек-бөлек бөлу алайық. Яғни бұлай істесек. Интеграл 8 бөлінген 3x квадрат плюс 1 десек, сосын минус интеграл, значит, dx-тар бар, если что. 2x бөлінген 3x квадрат плюс 1 десек. Сонда бізде мұнау бірден мана арктангенстің формуласына келе салады. Сонда 8 қалай болатын еді? Арктангенс бізде арктангенстің туындысы қалай еді? Арктангенстің туындысы, арктангенс x-тің туындысы ол 1 бөлінген 1 плюс x квадрат еді ғой. Енді менде 3x квадрат шығу үшін түбірасты 3x болу керек те. Сонда арктангенс түбірасты 3x десек, сонда 1 бөлінген мынандай 1 плюс 3x квадрат болады, мына 8 мен 8 болады. Енді түбірасты 3 деген нәрсе шығады. Сонда 1 бөлінген түбірасты 3. Осындай нәрсе шығып тұр. Біріншісінен, екіншісінен мынау енді 2x қой. Біз бұны не істесек болады? Біз бұны бүйтсек болады. D-ның астына 3x квадрат плюс 1-ді салсақ, ол, қараңыздар, D-ның астында 3x квадрат плюс 1-ді салатын болсақ, бұл 6x dx-ке тең болады. Менде
қазір 2x dx бар. Яғни мен мынаны 3-ке көбейтіп 3-ке бөлуім керек екен. 3-ке бөлуім керек екен. Яғни мынандай нәрсе болу керек. Сонда менде былай болып тұр ғой, 3 көбейтілген 3x квадрат плюс 1 болып тұр. Ал бұл ln-ның формуласы. Бұл ln-ның формуласы. Сонда бізде жауап мынандай болады. 8 бөлінген т-бір асты 3 арк тангенс т-бір асты 3x минус 3-тен 1, ол мына 3 ln 3x квадрат плюс 1 деген нәрсе болып тұр. И плюс с-ымыз бар. Осында кішкене қиынырақ есеп екен. 26-шы есеп функцияның бұл контекст болып тұр, да? Мынандай функциялар берілген. Осы функцияның кризис нүктелерін табыңыз. f от x функциясы кризис. Кризис нүкте дегеніміз ол біз туындыны нөлге теңестірсек. Яғни біз мынадан туынды алуымыз керек. 4x куб минус 12x тең болады нөлге. Енді мен 4x шашынатына шығарып жүрсем, x квадрат минус 3 тең болады нөлге, x тең болады 0, x тең болады плюс минус т-бір асты 3. Біздің 3 кризис нүктеміз бар. Үшінші және екінші дей салайыншы. Келесі, екі функцияның қиылысу нүктесін табыңыз дейді. Екі функцияның қиылысу нүктесі деген сөз, ол мына екеуін өзара теңестіреміз деген сөз. Яғни x-ның 4 дәресі минус 6x квадрат минус 3x 3-ті теңестіреміз 3x квадрат минус 3-ке. Сонда x-ның 4 дәресі минус 9x квадрат тең болады 0-ге. x-ның квадратын жашынатына жіберсем x квадрат минус 9 тең болады 0-ге. Сонда x тең болады 0-ге, x тең болады плюс минус 3-ке деген осындай 3 жауап шығады екен. Функцияның кему аралығында. Кему аралығы деген сөз бірінші мына функциядан туынды алуымыз керек. И оны 0-ге теңестіреміз сосын. Так, бізде 6x тең болады 0, x тең болады 0-ге. Сонда былай алатын болсақ, 0 алатын болсақ, плюс сан қойсақ плюс болады, минус сан қойсақ минус болады. Яғни бізде функция мына жаққа дейін кемиді де мына жаққа дейін өседі екен. Сонда бізде кему аралығы минус шексіздіктен 0-ге дейін деген мәнді алады. Тік жақшамен береміз. Келесі 29-шы есепте мынандай функцияның x нүктесі арқылы өткен жанамаға параллель сызық. X нүктесі арқылы жүргізілген жанамаға параллель сызық теңдеуіңізді табыңыз дейді. Жақсы. Демек бізде варианттар болу керек те. Жақсы, ештеңе етпес. Біз хотя бы k-ны тауып алсақ болды. Яғни біз мынаны x нүктесінде жанамасын таба салайық. Ол үшін біз мынаның өзін бірінші табуымыз керек. Яғни 0 минус 3 минус 3-ке тең. Туындысын табатын болсақ, ол бізде 6x болды жаңа. И мен мынаның 0-ді қоятын болсам, ол 0 болады. Сонда менде қазір данный момент оның жанамасы просто минус 3 болып тұр. Яғни мынандай бір сызық. Бізде қазір парабола мынандай ғой да. Манағы секілді парабола екен. Мынандай, менде қазір жанама мынандай болып тұр. И мен осыған параллель сызықтар табуым керек. Оған параллель мынаның бойында бетіп жатқан кез келген сызық параллель болады. Яғни y тең 1, y тең 2, y тең 0. Осындай жауаптар көрсеңдер, осы бізде параллель бола беретін еді. Келесі функцияның қиылысқанда пайда болатын фигураның ауданын тап дейді. Бізде қиылысқанда пайда болатын фигураның ауданын тап дейді. Ол үшін біз бірінші примерно сурет салуымыз керек та. Так, 0 болған кезде минус 3-кен білеміз. 1 болған кезде 1 азайтылған 6 азайтылған 3. 1 болған кезде минус 8 екен. 1 болған кезде минус 8 астыға қарай түсіп кетеміз де. 2 болған кезде 16 минус, так, ана 3-те қиылысатын енді 3 болған жерін таба салайыншы. 3 болған кезде 81, 954 минус 3, 57, 24 ба? Болған кезде 24, 3 болған кезде 2 болған кезде 16 минус 4-те өтсем 24 минус 3 минус 8, яғни өсіп жатыр ғой. Сонда бізде мынандай бірдеңе болып жатыр.
мынандай бірдеңе болып жатыр. И бұл қарасаңдар жұп функция, яғни мына жағы да дәл сондай болады. Мынандай бірдеңе болып жатыр дейсіз. Ал мына параболаны көретін болсақ, ол сірә 0-де 3-ке тең, 1-де 0-ге тең, 1-де 0-ге тең, и 3-те 0-мен қиылысады. 3-те 0-мен қиылысады. Яғни обычный мынандай парабола. Мына бүйтіп кетіп жатыр. Мына бүйтіп барады да, бүйтіп кетіп бара жатыр. Сонда бізде қазір мынандай болып тұр. Мына жаққа бүйтіп қиып кетеді. Сонда бізге мына жердің ауданын тап деп тұр. Осында екі жердің ауданын тап дейді. Бұл енді жұп функциялар болғандықтан бізде біреуінің ауданын тапсақ, ол соны екіге бөлсек бізде жауап болады. Біз білетініміз, мына жерде мына қиылысқан нүктесі 3 болды, и мына қиылысқан нүктесі 0 болды ғой. Яғни интеграл 0-ден 3-ке дейін. И бізде үстінде парабола жатыр. Яғни 3х квадрат минус 3 жатыр. Мен осыдан азайтуым керек мынаны. Яғни x-ның 4 дәрежесі минус 6х квадрат минус 3-ті азайтып dx алуым керек қой. Азайтып барып dx алуым керек. Сонда менде интеграл 0-ден 3-ке дейін 3х, менде минус плюс болады 9х квадрат минус x-ның 4 дәрежесі, ал 3-тер жаңағыдай қысқарып кетеді. Сонда dx болады. Сонда 9х куб бөлінген 3 минус x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5. И мен осыған 0 мен 3-ті қойғым. 0-ді қойғанда мәні жоқ, сірә 3-ті қойсам, мына жерде менде қазір 3 болады. 3-тің 3 дәрежесі 27, оны 3-ке көйтсем 81, азайтылған 3-тің 5 дәрежесі 243 бөлінген 5. Сонда мына жерде 5, 405-тен 243-ті азайтуым керек. 2, 6 и 1, 162. 162 бөлінген 5. Ол мына бір жағының ауданы. Яғни мен осының общий ауданын табу үшін, жалпы осыны мен 2-ге көтем керек. 2 еселенген 162 бөлінген 5. Сонда 324 бөлінген 5. Немесе бұлай жазатын болсақ 64,8 ба? Осындай жауап шығады екен. Функцияның графигін жүргізген OX өсімен 45 градус жасайтын және 30 градус жасайтын жанамаларды табуымыз керек па? Жоқ, x0 нүктесін табуымыз керек. Енді 45 градус болатын болса, k тең тангенс 45, яғни 1. Біздің k-мыз 1-ге тең болу керек. Енді k деген ол бізде туындыс еді ғой. Енді мынаның туындысын табылсақ, функциясына графигіне жүргізілген. Мынаның туындысы деген 2 ғой просто. 2 қалай 1-ге тең болады? Или мына жерде 2х квадрат бекен. Онда бізде 4х болады. Қандай нүктеде f от x функциясының графигіне жүргізілген жанама? Мынаған қалай жанама жүргізіп жүрік біз? Есепте қате бар секілді бұл жерде, есепін берілгенде. Түбір асты 3-ке де тең болу керек. Енді көрейік, егер 2х квадрат болса 4х, бізде бұндай жауап жоқ. Бізде мына есепте қандай да бір жерде қате бар екен. Мынаны потом көрсете салсам болатын шығар. Потом бір кезде көрсетсем дұрысын тауып. Келесі мынандай функция жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз дейді. x0 мынандай болған кезде, x0 мынандай болған кезде. Окей, бірінші функцияның түрін келтіріп алайық. Бірінші x0 минус 0,5 болса деген үшін жазайық. Жақсы. Бірінші f от x0-ді тауып алайық. Яғни ананың орнына мен 0,5 қойым керек. Енің 1 азайтылған 1 көбейтілген 4 көбейтілген минус 2-ден 1-дің 3 дәрежесі. Яғни 1 азайтылған қосылған 8, 2-ден 1 ма? 2-ден 1, яғни 1,5. Окей, мына 1,5-ды таптық. Одан кейін бізде
f от x-та болсақ, f от x деген ол e-нің өзі болады бір жақсы, 2x-дің туындысы 2-сі түседі, минус 12x квадрат. Мен осыған x нүктесі қоюым керек. Мынау сірә 1 болады, сонда 2 минус 12 көбейтілген 4-тен 1, ол 2 азайтылған 3, ол минус 1. Сонда бізде жауап қазір бұлай болып тұр да, жаңламамыз минус 1, жақша ішінде x плюс 0,5 плюс 1 жарым тең болады минус x минус 0,5 плюс 1 жарым тең болады минус x плюс 1 немесе 1 минус x. Сонда мына жауап болып тұр. Бұл біріншісі да. Енді екіншісі x нөлевой 0 болған кезде. 0 болған кезде e болады. Так. 0 болған кезде e болады. Ал туындысы 0 қоятын болсақ, яғни туындысын таптық қой біз жаңа. Осыған 0 қоятын болсақ, мынау сірә 2e болады. Болды. Сонда жанаман формуласы 2e жақша ішінде x минус 0 плюс e. Сонда 2ex плюс e. Мен e-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсем 2x плюс 1. Сонда бізде мына болады екен жауабы. Мына 2-ні жауабы. Келесі 33. Экстрем нүктелерін табыңыз дейді. Яғни минимум максимум туындысын тауып нөлге теңестіруіміз керек те. Сонда туындысын табатын болсақ, 3x квадрат бөлінген 3 минус 4x минус 5. Осын нөлге теңестіруім керек. Мына жерде 3-тер қысқартты. X квадрат минус 4x минус 5 тең болады 0. Обычный квадрат теңдеу, яғни x 5 пен 1 бізде бұлай болады да, x тең 5-ке, x тең минус 1-ге дейтін нәрсе болады. Яғни мына екеуінің біреуі. Енді қайсысы минимум, қайсысы максимум екен? Бұлай таба салсақ, минус 1 и 5. Таңбасы плюс, минус плюс қой. Демек, мына жақта өседі, мына жақта өседі, мына жақта кемейді. Өсіп барып кемейтін жер, это макс. Яғни x макс. X макс бізде минус 1-ге тең, мына 2. Ал кеміп барып, төмендеп барып өсетін жер, ол бізде минимум болады да, демек x минимум бізде 5-ке тең. Келесі 34-ші өсу кему аралығын тап дейді. Ол үшін туындысын табуымыз керек. Туындысы 1. Аны бит жазылайық бірінші. X қосылған 16, x-тің минус 1 дәрежесі. Минус 16 бөлінген x квадрат бола ма? Сонда бір санға азайған кезде. Мен осыны нөлге теңестіруім керек. Яғни x квадрат минус 16 бөлінген x квадрат тең болады 0-ге. Сонда x квадрат тең болады 16-ға, x тең болады плюс минус 4-ке. Менде өсу кему аралығы болу керек. Яғни минус 4, мына жақта 4. Енді жалпы мына жер мен 0 дейтін мәні жоқ. Таңбасын көрсек, енді мына жақта плюс болады, мына жақта минус болады и плюс болады, да? Сонда мына жерде бүйтіп өседі, мына жақта өседі. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін и 4-тен плюс шексізге дейін өседі екен. Қай жерлерде кеміп бара жатыр бізде? Минус 4-тен 0-ге дейін, 0-ден 4-ке дейін кемейді. Ал біздің 0-де мәніміз жоқ. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін тап дейді. Ең үлкен, ең кіші мәндер деген жаңа өсу кему аралық секілді, экстремдіктер сияқты, бірақ мына аралыққа. Бірінші ол үшін дәл жаңағыдай туындысын табамыз. 2x минус 5. Сонда бізде бұны 0-ге теңестіреміз. 2x тең болады 5-ке, x тең болады 2 жарымға. Приколды мына аралыққа кірмейді 2 жарым дейді. Сонда мына аралыққа кірмейтін болса, мен тек осы 2 мәнді қоя саламын. Яғни минус 1-ді қоя салсам, минус 1-дің квадраты, минус 5 көбейтілген минус 1, минус 6, сонда 1 қосылған 5 минус 6 тең болады 0-ге. И 2-ні қоя салатын болсам,
2-ның квадраты минус 5 көбейткен 2 минус 6, 4 минус 10 минус 6 это минус 12. Сонда ең үлкен мән, ең үлкен ол 0, ең кіші ол минус 12 болады екен. 36-шы есеп мынандай параболасымен абсцисса өсімен шектелген қиысық трапецияның ауданын тап дейді. Окей. Бізде қандай да бір төмен қарай жатқан парабола и абсцисса өсі деген ол мынау. Яғни бізде мына жердің ауданын тап деп тұр ғой. Мына параболамен және абсцисса өсімен бүйтіп мына жердің ауданын тап дейді. Окей, біз енді мына точкаларды тауып алайық. Мына точкаларды табу үшін біз нөлге теңестіреміз. Мына сызық 0 ғой бізде. Минус x квадрат плюс 4 тең болады 0-ге. X квадрат тең болады 4-ге, значит x тең болады минус плюс минус 2-ге. Сонда бізде мына жер минус 2, мына жер плюс 2 екен. Сонда интеграл минус 2-ден 2-ге дейін бізде парабола үстінде жатыр минус x квадрат плюс 4, астында 0 дейтін сызық, оны жазбай ақ қойсақ болады. dx тең болады минус x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 плюс 4x. Мен осыған минус 2 мен 2 дейтін мәндерді қойып тұрмын. 2-ні қоятын болсам минус 8 бөлінген 3 плюс 8. Минус 2-ні қоятын болсам мына жерде минус 8 болатын еді, мына минуспен плюс болады, плюс 8 бөлінген 3 минус 8. Жақшаны ашып жіберсем мына минус плюс болады да 16 болады, мыналар наоборот минус болады да 16 бөлінген 3 болады. Ортақ бөлім беріп жүрсем 48 16-нан 48 азайтылған 16 бөлінген 3 немесе 32 азайтылған 3 басқаша 10,3-тен 2 деген жауап шығады. 37-ші есеп мына есептеңіздер дейді. Енді модульдің ерекшелігі бізде модуль дейтін жалпы мынандай сызық қой енді. Мысалы 3-ке тең болған кезде ол 0 болады да, ал 4-ке тең болған кезде 1 болады. Ал 2-ке тең болған кезде минус 1, мына жерде ол қайттан 1 болады, себебі одан минустан шықпайтын еді. Ал 0-ге тең болған кезде ол 3 болады. Яғни ол бізде мынандай сызық. Данный момент. Мынандай сызық. Бұны біз ерекшелеп алатын болсақ, енді төмен қарап тұр ғой. Мына жерде ол сызық 3 минус x болады да, просто соны оң қылып тұр. Ал мына жерде ол x минус 3 болады. Яғни менде ол 3 дейтін нүктеге дейін интеграл былай алынады. 0-ден 3-ке дейін мен 3 минус x деген функциядан интеграл аламын. Оған қосамын 3-тен 4-ке дейін, менде 4-ке дейін деп тұр ғой. 3-тен 4-ке дейін, модуль керек емес. x минус 3 деген функциядан жақшы. Бүйтіп интеграл алуым керек. Енді мен адан интеграл алатын болсам 3x минус x квадрат бөлінген 2, 0 мен 3-тің арасында қосылған x квадрат бөлінген 2 минус 3x 3 пен 4-тің арасында. Сонда мәндерін қоятын болсам 3-ті қоятын болсам 9 минус 9 бөлінген 2, 0-ді қойсам сәл мән шықпайды. Қосылған 4-ті қоятын болсам 16 бөлінген 2 минус 12, 3-ті қоятын болсам минус 9 бөлінген 2 и минус пен минус плюс болады, плюс 9. Окей. Сонда бізде мынау мен мынау минус 9 береді. Оны бейтіп тастасам болатын секілді. Сонда мынау менде сірә 8-ге тең. 9 қосылған 8, 17, одан 12-ні тастасам 5. Сонда менде жауап 5-ге тең болады. Немесе мына үш бұрыштардың ауданын тап деген сөз болмаған. Болмаса екінші жолын көрсете салайын. Мына жер үш бұрыш, бізде мына жерде 3-ке тең. Мына жер 3-ке тең. Сонда 3-те 3. 3 бұрыш, 3 көбейтілген 3 бөлінген 2. Это 4,5. Мына жер сірә 1-ге тең. Мына жер сірә 1-ге тең. 1 көбейтілген 1 бөлінген 2. Это 0,5. И 2-нің қосындысы бізде 5-ге тең болады. Қалай шығарсақ та осы жауап шығады. 38-ші есеп мынандай графигіне x нүктесіне жүргізген жанаманың абсцисса өсімен жасайтын бұрышы альфа болатын болса, яғни альфа деген ол точнее тангенс альфа деген k еді ғой. Сонда альфа ол арктангенс альфа болады. Мынандай болатын болса, синус 2 альфаны тапты. Бірінші альфаны табуымыз керек, яғни туынды алуымыз керек қой бірінші. Туынды алсақ ол 2x минус 4 болады и 3 нүктесіндегі дейді. Яғни
мынаның орнына 3 қоямын да. 2 көбейтілген 3 минус 4 ол 6 азайтылған 4 2. Сонда менде k2-ге тең. K2-ге тең. Сонда менде тангенс альфа 2-ге тең екен. Оны мен 3 бұрышпен салатын болсам. 3 бұрышпен салатын болсам, мына жер альфа болса, мына жер 2, значит, мына жер 1. Менде мына жерде түбір асты 5 дейтін нәрсе шығады. Енді маған синус 2 альфаны табу. Синус 2 альфаны табу. Синус 2 альфа деген ол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа емес пе? Синус альфа деген 2 бөлінген түбір асты 5. Сонда тең болады. 2 көбейтілген 2 бөлінген түбір асты 5. Ал косинус альфа деген 1 бөлінген түбір асты 5. 1 бөлінген түбір асты 5. Сонда 2 бізде 4-ті береді. Түбір асты 5 мен түбір асты 5. Сонда бізде жауап 5-тен 4 екен. 39-шы есеп. Ең үлкен ең кіші мәнін анықтаңыз дейді. Манағыдай бірінші туындысын табамыз. f(-тың туындысын табатын болсақ, бізде 4x куб минус 12x. Осыны мен 0-ге теңестіремін. 4x жақшаны артына шығарып жүрсем, x квадрат минус 12 минус 3 тең болады 0-ге. Яғни x тең 0, x тең түбір асты 3, x тең минус түбір асты 3. Осы аралыққа кіретін, ол мына екеуі минус түбір асты кірмей қалатын себебі ол минус 1,7 ол мына жерде жатыр да кішкене. Яғни мен 0 түбір асты 3 минус 1 3 деген осы 3 мәнді мына бастапқы функция қоюым керек. Бірінші ең кішісінен бастап қойын, яғни минус 1-ден бастап қойын. Минус 1-дің 4 дәрежесі минус 6 көбейтілген минус 1-дің квадраты и плюс 1 тең болады 1. Минус 6 плюс 1 тең болады минус 4-ге. Келесі 0-ді қоятын болсам 0 минус 0 плюс 1 тең болады 1-ге. Келесі түбір асты 3-ті қоятын болсам, түбір асты 3-тің 4 дәрежесі минус 6 көбейтілген түбір асты 3-тің квадраты и плюс 1. Так, түбір асты 4 дәрежесі деген ол 3-тің квадраты, яғни 9 минус мына жерде 3 18 плюс 1. Сонда минус 8 болады. 3-ті қоятын болсам, 3-тің 4 дәрежесі минус 6 көбейтілген 3-тің квадраты плюс 1. Яғни 81 минус 54 плюс 1. Мына жерден 27, 27-тің 28. Сонда ең үлкені 28, ең кішісі минус 8. Деген осында екі жауап шығады. Келесі дәл жаңағыдай ең үлкен ең кіші тағы да туындаламыз. 3x квадрат минус 6x. Мен осыны 0-ге теңестіремін. 3x жасантына шығарып жүрсем, x минус 2 тең болады 0-ге. Яғни x тең 0, x тең 2. Екеуі де осы аралыққа кіреді. Демек 4 мәнді мына бастапқы функцияға қоюым керек. Бірінші ең кішкентай минус 2-ні қойсам, минус 2-нің кубы минус 3 көбейтілген минус 2-нің квадраты плюс 1. Сонда минус 8, мына жерде плюске айналады, демек минус 12 плюс 1 минус 20 минус 19. Одан кейін 0-ді қоятын болсам, 0 минус 0 плюс 1 тең болады 1-ге. Одан кейін 2-ні қоятын болсам, 2-нің кубы минус 3 көбейтілген 2-нің квадраты плюс 1. Яғни 8 азайтылған 12 плюс 1 ол минус 3. И 3-ті қоятын болсам, 3-тің кубы минус 3 көбейтілген 3-тің квадраты плюс 1 тең болады 27 минус 27 плюс 1 тең болады 1-ге. Сонда ең үлкен мән ол 1. Ал ең кіші осы аралықтағы ең кіші мән ол минус 19 деген осындай екі жауап шығады. Осымен ақпан, то есть қаңтар айының БТС аяқталды. Сұрақтар болса жазыңыздар, көп